Кеш жарық, қадірменді достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ атауының этимологиясы жөнінде болмақ. Бұл мәселеге көңіл бөлуіміздің себебі біраз сөздердің түбіріне қатысты, этимологиясына қатысты ойлар айттық. Енді өзіміздің ұлтымыздың есімін, біздің ұлтымыздың атын иеленіп жүрген қазақ сөзінің этимологиясына қатысты ой қозғамақпыз. Қосылып жатқан кісілерге бәріне сәлем. Бұл қазақ сөзінің этимологиясы туралы біраз сөздер, біраз пікірлер айтылған, зерттеулер бар. Оның бәрін мен қайталап отырғым келмейді. Олардың өзінің жаңа ғалымдардың айтуы бойынша 200-ге жуық сол жаңағы түрлі интерпретациялар бар дейді осы атаудың шығу жөнінде. Мен бұл этимологиясына, бұл сөздің этимологиясына үңілу үшін төте бір жолды таңдап отырмын. Ол жол жаңағы мынау эфирдің атауында тұрған қаз балам, қадамыңа мәз болам дегендегі қаз балам деген сөздің жаңағы түбіріне үңіле отырып, қазақ атауын сырын ашқымыз келеді. Біріншіден, қазақ деген сөз өзі екі түбірден тұрғандығы сөзсіз. Оның негізгі түбірі, бірінші түбір деп атайық, бұл қаз деген сөз. Осы қаз деген сөзді біздің жаңағы мынау Болат Өмірәлиев деген марқұм ғалым болған. Өмірәлиев деген түрколог, эпостанушы, фольклоршы. Сол шығыстанушылардың, Юдин деген секілді шығыстанушылардың сөзіне, пікірлеріне сүйеніп отырып, қазақ сөзінің этимологиясын қаз деген түбірден шығарған болатын. Бұл қаз деген түбір бөлек кету, бөлек шығу деген мәселені білдіреді, өз бетімен күн көру. Мысалға, жаңағы қазақта сөз бар, қазу деген, бір нәрсенің түбіріне жету, қазу. Бұл өзінің жаңағы бір нәрсеге жету үшін еңбектену керек деген секілді ұғымды білдіреді. Ал жалпы қазақтануда, дүниетануда, тарихта бір ортақ бір пікір, бұл қазақ сөзінің азат, еркін, бөлек кеткен жұрт деген мағынаны білдіретін сөз екендігіне бір шама тоқтам бар осыған. 14-ші ғасырдағы араб түркі сөздігінде де қазақ сөз кездесетін, ол бөлек кеткен жұрт деп айтатындығын, қазақ хандығын құрған Керейме Жәнібек қазақ шығып кетті дейтін, Бабырдың қазақ шығып кетті дегені, анау Шайбани Әбілқайырдың қазақ шығып кетті деп жүргені, осы ел жұрттан бөлініп кеткен жұртты қазақ деп атағандығы жаңағы тарихтарда сақталған. Орыстың арасына сіңіп кеткен қазақ деген жұртта осы біз сияқты тұрмыс кешкен жұрт, бірақ ол православие дінін қабылдап, діні, тілі өзгеріп кеткен, ал енді тұрмысында ортақ нәрселер өте көп. Қазақ пен қазақ өзі бір түбір, бір сөз. Яғни бөлек кету, азат жүру, еркін жүру деген мағынаны білдіреді. Енді осы сөзді көп созбаламай, мен жаңа қаз балам деген жаңағы тіркестен бастайын. Бұл тіркес қаз балам, қадамыңа мәз болам, жаңағы жас нәресте апыл-қапыл тұрып, өз аяғымен жүре баста кезде айтылатын тұсаукесер рәсімінің үстінде айтылатын сөз. Тұсаукесер деген жырда бар қазақ фольклорында. Бұнда егер кішкене соны толтыратын болсақ, қаз балам, қадамыңа мәз болам, тұсауыңды шешейін, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін деген сөздер орын алған. Осы қаз балам деген сөз жаңа біздің кейбір дүниетанушыларымыз, кейбір фольклор танушыларымыз, кейбір жаңа әдет ғұрып, этнограф ғалымдар жаңа бала қаз құсап жүре бастағаннан соған балпаңдап, қаз құсап балпаңдап жүре бастағаннан соған қарап айтылған сөз дейді.
бұл түбірімен қате нәрсе. Себебі қазақ қаз деген құсты бақпаған. Қазақ үшін қаз бұл аспанда ұшқан алты қаз деген секілді, бұл аспандағы құс. Оны қазақ құспен, құс салып қаршыға, бір жаңағы лашын салып жаңағы азық етіп ұстайтын болған. Ал орыстар ұқсап, басқа жұрт ұқсап қаз қағып, оны қораға қамап, оның жүрісін көріп, ондай нәрсемен қазақ шұғылданбаған. Сондықтан бұл түбірі қате дейтін себебіміз сол. Ал енді қаз дейтін, қаз балам деп айтатын себебі, мынау бала 1 жасқа келген кезде, жаңағы айтып отырмыз ғой, жаңағы апыл-ғұпыл жүре бастайды. Бұл кезде қазақ бұны жаңағы мына өмірге өтті деп есептейтін болған, мына өмірге қадам басты деп есептейтін болған. Себебі бұның сырын былай түсіндіруге болады. Ертедегі ата бабаларымыздың жаңағы адам баласы бұл өмірге келеді, сосын келген жағынан кейін қайтады, ана жақта өмір сүреді, одан кейін оның өмірі қайтып келуі мүмкін, немересі болып, шөбересі болып, тағысын деген секілді. Жалпы дүние тұтас, космос, ертедегі адам түсін айтып отырмын, дүние тұтас космос, адам келді, қайтты, айналып жүре береді. Сол бала болып келген кезде оның бұл өмірге қайта келуі, сол кезде жаңағы ертедегі қайтқан кісіге жасалынатын ғұрыптар жаңа балаға қайттан жасалынады. Мысалға еске салайық. Қайтқан кісі жаңағы есіне шығып отыр, қалай қабірге апаратын зат жаңағы мынау қазір енді қазақ тұрмысында ол көбінесе кебінге оралып апарады, табыт. Міне табытқа салынады. Жаңа дүниеге келген бала бесікке салынады, бір параллель. Екінші, қайтқан кісінің қырқы беріледі. Қырқын беру деген бар. Дүниеге келген баланың қырқынан шығару бар. Қайтқан кісінің бір жылын беру бар, жыл. Бұл қазақта бұл тұсаукесерге сәйкес келеді. Бір жыл өткеннен кейін бала жаңағы бұл өмірге өтеді. Демек, мынау бала дүниеге келген кезде шілдехана жасап, оның 40 күн күту, бұл жаңағы қайтқан кісінің 40-ын қайтқан кісінің нәрсесі кейін кері процеспен, кері әдіспен қайта жүреді. Сондықтан жаңа 40 күн шілде жасалынып, бала 40-ына шығарады. Шілде деген сөздің өзі, шілда деген 40 дегенді білдіреді. Арабтың сөзі, арабтың мағасын иран тілінен алғанда хана дегені бөлме, яғни арнайы бөлмеде, арнайы нәрседе ұстап отыр 40 күн, көз сөз дейді дегенде қазақ 40 күнге шығармайтын болған. Сол міне шілдехана шыққаннан кейінгі жасалынатын рәсімнің бірі осы тұсаукесер. Мынау қазақта ерте қайтқан кісінің 1 жылдан кейін ас беретін болған. Мына Шоқан Уәлиханов жазады. Қазақта 1 жыл өткеннен 1 жылға дейін ана қайтқан кісі әруақ болып отбасына келіп тұрады екен дейді. Не айтып жатыр, мен туралы жақсы нәрселер айтып жатыр ма деп тыңдайды дейді. Ал 1 жылдан кейін ол еркін рухқа айналады дейді. Міне сондықтан қазақтар қайтқан кісінің 1 жылын беріп, оның еркін рухқа айналатындығына осындай рәсім жасайтын болған. Бұдан кейін енді отбасында ондай апта сайын жаңағы еске алу нәрсе болмайды. Шелпек пісіріп дегенде, 1 жылдан шыққаннан кейін ол еркін рухқа айналады, аруақ. Дәл сол секілді мінекей дүниеге келген бала 1 жылдан кейін ол мына өмірге аттанады. Жаңағы 1 жыл аралық шекаралық аймақ. Мына кәріс жұртында бір баланың 1 жасқа келгенін ерекше тойлайды екен. Демек, оның астарында бір мән жатыр. 1 жасқа толғаннан кейін барып бала біздің бұл дүниеге өтті деп есептелген. Қазақтар ертеде балаларға туа салысып ат бермеген, есім қоймаған. Себебі ол әлі күнге дейін жаңағы шекаралық аймақта, транзиттік аймақта әлі бері қарай өтпеген, бері қарай келмеген деген мағынаны білдіреді. Ал 1 жасқа толып жаңағы аяғын апыл-ғұпыл басқан кезде
жаңағы тұсауы кесіліп, қаз балам, қадамыңа мәз балам деген осы тіркес айтылады. Енді тұсау дегеннен шығады, дүниеге кеткен адамды қазақтар үш жерінен буып жібереді, аяғынан, жаңағы белден және мойнынан дегендей. Соның мінекей тұсау кесу, сол аяғынан байланған нәрсені кесу. Жаңа не о дүниеге байланып кеткен кісіні бер дүниеге келген кезде аяғын кесіп, тұсауын кесіп шығару, бұл дүниеге шығарып алу. Міне осы уақытта жаңағы сол қаз деген тіркес, бұл қаз тұрдың, яғни өзіңмен жаңағы бөлек өмір сүре бастадың, мына дүниеге аттадың деген мағынаны білдіреді. Сонда бұл жаңа бөлектену, жаңағы бөлек болу деген мағынаны көріп тұр. Осыны тағы бір мәселесін анықтайтын сөз, осыған параллель айту керек. Кісі дүниеден қайтқанда қаза болды дейді, яғни ол да бұл дүниеден басқа дүниеге өтті. Қаза жаңағындай қазақ шығып кетті, немесе қаза болды. Сондықтан бұл бәрі сөз түбінде сол қаз деген түбір жүр. Сол бұл мағына еркін, жаңағындай бөлек жүру, бөлек тұру, өз бетінше жүру деген мағынаны білдіреді. Сондықтан біздер қазақ сөзінің этимологиясын әрінен жаңағы аспанда ұшқан қаз екен, одан ақ деген екен, қазы құсап тізіліп көшеді екен деген түрлі халықтық этимологияларға сүйене бермей, осындай көне рәсімдерде ақталған көне сөздерге сүйеніп айтуымыз керек деп ойлаймын. Себебі Әлихан Бөкейхановтың айтқан бір сөзі бар, дүниеде өте баяу өзгеретін нәрсе рәсімдер екен, яғни әдет ғұрыптар. Міне осы өте баяу өзгеретін ғұрыптарда көп ақпараттар, көне түсініктердің ізі сақталған деп есептейміз. Сол қаз баламдағы айтып отырған нәрсе, сол баланың еркін жүруі, еркін тұруы, бұл дүниеге аяқ басуы, өтуі деген мағынаны білдіреді, өз бетінше өмір сүре алады деген сөз. Сондықтан қазақ сөзінің этимологиясында еркін жүру, еркін тұру, еркін болу деген мағына орын алғандығы сөзсіз. Оны қазақтың тұрмыс тіршілігінің бәрі соған растайды. Қазақ далада емін еркін сүруді аңсаған. 19 ғасырдағы Шоқанның өзі осындай ойларды айтады. Қазақ жұртының басқа түркі халықтарынан ерекшелігі жаңа еркін жүруді қалайды, далада өмір сүруді қалайды. Тіптен керек десеңіздер, қазақ қаланы онша жақтырмаған халық. Мынау Ташкент, Түркістан деген қалаларымыз бар, болған, бірақ ол қалаларға қазақ тұрғаннан көрі, барып кәдімгідей отырықшы болып тұрғаннан көрі, ол қалаларды бақылауға алып, оған баратын керуен жолдарын бақылау, оның қауіпсіздігін жаңағы ойластыру деген мәселелермен айналысқан. Ал өзі негізінен көшпелі тұрмыс кешкен. Қандарымызда солай болған. Орда жаңағы қалада болғанмен көшіп қонып, жаңағы орданы жайлауда, орданы күзеуде, орданы жаңағыдай қыстауда тігу деген мәселе қазақтың тұрмысында болған. Сондықтан қазақ деген сөздің түбірінде қаз деген сөз жатыр деп есептейміз. Содан қазақ, Қазбек деген сөз, Қазбай, Қазақ деген екі есімдерде осы атаулардан шыққан. Осы жерде тағы бір мәселені айтып кету керек. Мынау қаз деген нәрсені бөлек білдіретін мәселе. Мысалға, жылқының етінде жаңа қаз деген май болады, ол еттің сыртында тұратын май. Бұл да бөлек деген мағынаға сай секілді. Сонымен қатар мынау араптан енді дейді, қазы деген сөз жаңа қазылық етуі, жаңа соттағы билердің қазылық етуі, қазы деген сөз бар. Қазақта сот, бей деген мағынаны білдіреді, жаңағы жылқының етіне байланысты емес, бұл жаңағы сот үстіндегі іске байланысты. Осы қазы деген сөздің өзінде бұл бөлек деген мағынаны білдірсе керек. Өйткені қазы ол дауға араласпайтын, дауды шешетін кісі, ол бөлек төре сияқты бөлек отыру керек деген секілді. Сондықтан осы сөздердің бәрін түбірінде қаз деген етістік жүр дейміз. Қаз етістігінің түбірі мағынасы бөлек, бөтен, азат, еркін деген мағынаны білдіреді. Сондықтан кісінің жаңағы қаз дауысты Қазбек деген бізде атақты биі бар. 300-дің бір биі осы қаз дауысты Қазбектің есімінде де сол жаңа қаз деген түбір жүр деп ойлаймыз.
оны оған ерекше көңіл бөлетін себебіміз соңғы кездерде осы үлкен ғалымдарымыз да осы мәселені қайта көтеріп жүр. Бұл қаз дауысты деген сөз оның дауысына қатысты айтылған нәрсе емес. Қазақ ешқашан қаздың дауысын адамның дауысына балаған емес. Себебі қазақтың танымында құстың дауысы ол бұлбұлдай сайраған, жаңағы тағы да басқасы. Сол ән жағына қарай құстың дауысы келер, ал сөйлегенге қаздың дауысы келмейді. Бұл қаз дауысты деп отырған сөз бұл жерде еркін дауысты кісі. Егер Қазбек бидің қаз дауысты атанған, қалай қаз дауысты атанғандығын еске түсіретін аңызды мазмұнына көңіл бөлетін болсақ, сонда жаңағы қаз дауысты Қазбек жас бала Қоңташыға барып, қалден серенің алдына барып, жаңағы біз қазақ деген елміз, жаңағы мал баққан елміз, найзамыздың ұшына үкі таққан елміз, жау келсе жаңағы жеңгенбіз, қарсы тұрғанбыз дегендей сөздерді айтады. Содан жаңағы қалден серен мынау бір жаңағы батыл бала екен, еркін бала екен дегендей деп жаңағы енді әңгімелерде, аңыздарда сол қаздың дауысында екен деп айтады дейді. Меніңше ол ұмытылған нәрсе, кейін қосылған нәрсе, ал алдыңғы қосылған мәселе сол дауыс, қаз деген сол еркін дауысты, еркін адам екен, азат адам екен деген мағынаны білдірсе керек. Сондықтан қаз дауысты деген сөз бұл жерде жаңағы еркін сөйлейтін, батыл сөйлейтін, азат деген мағынаны білдіретін сөз. Дауыс деген сөз қазір біз жаңағы дыбыс, жаңағы сөздің дыбысы деген мағынаны қолданамыз, ал ертеректегі мағынасы жаңағы дауыс деген сөз ол атағы, жаңағы атақ дегенде білдіреді. Жаңағы дауыс деген сөз ол сөз деген даусым кетті алысқа дегендей сөзде даусым деген сөз, даусым кетті алысқа деген сөз деген тіркес. Мысалы ол даусының жаңағындай 2 километр 5 километрге кеткендігін емес, ол өзінің сөзінің жаңағы атағының кең жайылғандығын білдіретін ұғым. Сондықтан даусым кетті алысқа деген сөз ол жаңағы сөз деген мағынаны білдіреді. Сонда қаз дауысты Қазбек деген сөз азат сөзді, азат еркін сөзді Қазбек деген мағынаны білдірсе керек. Мінекей бір қаз түбірінен осынша мәселе бар. Енді тағы бір қаз деген түбірге тағы бір мәселені келтірейік. Мынау Кавказда Қазбек деген тау бар. Қазбек деген кезінде папироста болған темекінің бір түрі. Сол Қазбек деген тау да бір бөлек тұрған тау секілді. Ол таудың қазақ арасындағы баламасы Қазығұрт. Мінекей Қазығұрт деген сөздегіде жаңа бөлек тұрған тау, бөлек тұрған төбе деген мағынада білдірсе керек. Өзім мен Қазығұрттың басына шыққан жоқпын, бірақ жұрттың түсіндіруінше Қазығұрт деген тау бөлек тұрған тау. Қазығұрттың басында келмей қалған, ол әулие болмаса неге алған дегендей, Қазығұрт деген тау бір бөлек тұрған биік төбе болса керек. Міне сондықтан осы қазақ сөзінің этимологиясында қаз деген түбір жатыр деп есептейміз. Оның мағынасы азат, бөлек, еркін деген мағынаны білдіреді. Қазіргі сөзбен айтсақ, қазіргі біздің балаларымызға қойып жүрген азат деген есім, еркін деген есімдер осы қазақ деген сөздің қазіргі күнгі баламасы. Ертедегі аталарымыз дүниеге баласының атын қазақ деп қояр еді. Егер еркін деп қоямын десе, ол атын қазақ деп қояр еді. Қазір біз мінекей оны еркін деген сөзбен айтырамыз, азат деген сөзбен деген есіммен ауыстырып отырмыз. Бұның барлығы жаңағы сол түбір жаңағы ұғымның, еркін деген ұғымның, бөлек жүру деген, азат деген ұғымның бүгінгі күнгі баламасы, бүгінгі күнгі қайта жаңғыру деп ойлаймыз. Сонымен қатар мынау Қазтуған деген жырау бар. Қазтуған жыраудың түбірінде де қаз жүр. Бұл еркін деген мәселені білдіреді. Егер Қазтуғанның
жыраудың бас толғауына көңіл бөлсек, ол Қазтуған Еділден қоштасып, жаңағы сен салмадың, мен салмадым, сен салдың, жаңағы қош енді Еділ деп, жаңағы сыртқа кететін тұлға, жырау. Міне Қазтуғанның да есімінде осы Азат деген сөз жүр деп ойлаймыз. Жалпы Қазтуған бұл жыраудың лақап есімі болса керек. Көп біздің жыраулардың лақап есімдері бар. Біз батырлар, хандылардың лақап есімдеріне көп көңіл бөлеміз, ал жыраулардың лақап есімдеріне біз әзірге солай тереңірек көңіл бөліп жатқан жоқпыз. Біз ойландыратын, жаңа айтатын бір мәселе осы Қазтуғанның есімінде, Қаз дауысты Қазбектің есімдеріне қатысты мәселелері болса керек. Міне, сондықтан біз қазақ сөзінің этимологиясын осындай тұжырымдармен шығарғымыз келеді. Алда бұл ойымызды әлде де алға қарай жалғастырамыз деп ойлаймын. Өйткені бұл мәселеде көп әлде айтылатын нәрселер бар деп есептейміз. Ал жалпы тарихшыларға, филологтарға айтатын бір өтінішіміз, әр нәрсені қиялдай бермей, қиялмен соқпай дегендей, нақты жаңағыдай деректермен шығып, қазақтың этнографиясына үңілу керек, қазақтың ғұрпына үңілу керек, сол ғұрыптағы сөздердің мәніне үңілу керек. Себебі сөзде ақпарат жатыр. Сөздегі ақпарат көне ақпараттардың бірі болып табылады әлемде. Сөздің ақпараттық сипат деген мәселені ешкім, филологтардың ішінде ешкім оны жоққа шығармайды. Сондықтан сол сөздердің, қазақтың көне сөздеріндегі ақпараттарға сүйенейік, соларға қарап қисынды ой айтайық. Әйтпесе жаңағындай қаз көшіп бара жатқан қаз екен, жаңағы қас сақ деген сөзден шыққан екен, жаңағы нағыз сақ деген сөз білдіреді деген мағыналардың, олардың бәрін жаңа қиялдың есебі деп айтамыз. Қайсақ деген сөз, ол мынау қазақ деген сөздің қалмақ, ойрат, моңғол тілдеріндегі жаңағы үлгісі. Олар орыс деректеріне осы қайсақ деп кірген, себебі олар қазақтарды айтқанда қайсақ деп айтатын болған, олардың тілдері солай. Сондықтан қайсақ деген сөз ол жаңағы қассақ деген сөз емес, ол қазақ деген сөздің өзге тілде дыбысталу және оның сол өзге елге солындай дыбысталып жетуі. Сондықтан құрметті достар, өзіміздің ұлтымызға беріліп отырған қазақ сөзінің астарында осындай ұғым бар. Біз ертеден азат ел болғанбыз, азаттықты қалағанбыз. Сол азаттықтың арқасында, сол қалаудың арқасында, сол тілектің арқасында біз түрлі қиын жағдайларды аман есен өтіп, мінекей тәуелсіз елдің қатарына қосылған елміз. Ендігі уақытта бұл тәуелсіздігіміз баянды болсын дегім келеді. Алда 16 желтоқсан тәуелсіздік күні келе жатыр, желтоқсан келе жатыр. Міне осы уақытта қазақ деген сөздің рухында еркіндік, азаттылық жатқандығын тағы да бір еске салып қояйық деген мәселемен осы сөзімізді сіздерге арнаған болатынбыз. Рахмет. Ден қойып, көңіл қойып тыңдағандарыңызға. Бұл мәселе туралы менің бірнеше мақалам шыққан. Жаңағы Қамшы порталында да интернеттік нұсқасы бар. Қазақ сөзін теріп шықса, жаңағы қолдарыңызға немесе тереңірек танысуға мүмкіндік бар ғой деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі сөзіміз тәмам. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.